party like it's your birthday. We go sip Bacardi like It's your birthday, and you know we don't give a fuck 'cause that's your birthday. Hi guys, қайырлы таң көрермен. Жұмыс күндеріңіздің соңғы күні тек жақсылыққа толы болып, демалыс күндеріңіз ойдағыдай өтсін. Олай болса уақытты көпке созбай, сіздермен жиған терген жаңалықтарымды бөлісейін. Ән тыңдап, би билеп, концерт көргенге не жетсін шіркін. Концерт демекші, бұл жолы гүлді таптамай, бір-біріміздің аяғымызды баспай, аман есен Димаштың концертін өткіздік. Әр түрлі ұлт өкілдерінің де қарасы көп болды. Әсіресе мына жеміз өзінің құлағындағы ұлттық нақыштағы сырғасымен көпті сүйсіндірді. Сонымен қатар Димаштың концертін келіп көрмесе де, ыстық шаймен өз үйінде отырып ақ терезеден рахаттанып бақылаған адамдарда аз емес сияқты шамасы. Өмір деген әлбетте түзген ұлы күш осы. Жарыққа деген ынтызарлығын Ал студенттердің қазір концерт көруге де, бұлай отырып шай ішуге де қолдары босамай жатыр. Солай жігіттер, квартираға 150 мыңға таппайсыңдар қалған, білесіңдер, бәрі қымбат. Ішінде бәрі бар, жататын жерің бар, тренировка істейін десең бәрін істеп қойғанбыз. Кухнясы бар, таза, бәрі жақсы. Сондықтан ойланыңдар, көріңдер. Көріп кетейік та, кең қайтыр, 70 квадрат метр ғой. Бірінші этажда кухнясы бар, тамақ ішсеңдер. Міне жатам десеңдер, тренировка істесеңдер міне. Тейін сойымсыңдар, ракеталарың болса ойнайсыңдар енді, осы жер. Жақсы екен негізі. Осы үй. Мына жерге мен жатам. Сөйлесің. Студентсіңдер қоясыңдар? Онда беремеймін, ренжімеңдер. Бірақ бағана қарағанда жақсы екен мына жері. Аға кішкене ақшасын қосып берсек болады ма? Жоқ. Сынап тұрады бізге. Мебельдер жаңа сондай. Жалдамалы пәтер бағасы арзандап тұрақталады деген ойдамыз. Және тілекшіміз. Тілеген тілегің ең бастысы шын жүректен шықса болды ғой. Оны қай жерден оқығаның маңызды емес. Өмірлік тілектер болып сақталған. Көлдей көңіл, өзіндей өмір зор денсаулық қажымас қайрат. Талмас қанат тілеу. Әрине, артықтық етпейді. Бірақ бұл тілектердің заман тоғыздырғаны да біраз болды. Жас байларға қарналған тілектерді жаңартатын кез келді. Біз сіздерге жастардың неке тойында айтуға болатын бір шама тілектер шоғырын ұсынбақпыз. Бастысы тілегіңіз жүрегіңізді жарып. Көп түкірсе көл демекші, көпшіліктің тілегі қабыл болды. Қазақстан тарихында тұңғыш рет біздің ұлттық құрама команда Ұлттар лигасының тобында жеңіске жетті. Қазақстан Беларусь құрамасын 2-1 есебімен жеңді. Олай болса, ұлттық құраманың жеңістен кейінгі көңіл күйі қандай екен? Жеңіс құтты болсын қазақ елі. Осы аптада менің назарыма іліккен видеолар топтамасы осындай. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, таңғы студияның көрермендеріне мына кішкентай балақай тілек айтамын дейді.